Рауа ханым, онкологиядан озып барма дейсіз. Осы өнімнен алып, ішіп жүрген адам бар. Содан қазір сіз мынау неңізді көріп, сообщение жазып, сұрап алдым. Нәтижесі өте керемет. Тыңдап көріңіздер. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Мен өзім онкологиямен учетта тұрамын. Баста көкіректен болған химия алдым. Одан операция жасады, полный алып тастады. Сосын луч алдым. Енді өкпеңде кішкене метастазы бар дейді, соны емдеп жатыр. Қосымша мына жантақ өнімдері жайында айтып кетпекші едім. Жантақ өнімдерінен алып ішіп жатырмын. Енді 1 ай болайын деп қалды. Әуелі Алла, сосын Фатима апа, Ақмарал ханымдарға рахмет. Алла разы болсын. Осы кісілердің арқасында осы өнімді алып ішіп жатырмын. Қазір жағдайым жақсы, Аллаға шүкір. Анализдерім бәрі жақсы, көңіл күйім бәрі жақсы. Алдын ешқандай зауқым болмай еш нәрсеге жата беретін едім. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, үйдің тірлігін жасап жүрмін. Қорықпай іше беріңіздер. Алла шипасын берсін барлықтарыңызға. Мен өзім 3 өнімін алғанмын. Ион серебра, фосфолипид, сосын хлорофиль. Осы 3-еуін уақытымен ішіп жатырмын. Жақсы. Алла барлықтарыңызға шипасын берсін. Бұл өнімдердің ешқандай зияны жоқ екен. Тек пайдасы тимесе зияны жоқ екен. Грипп болып қалсам, мұрныма да тамыза салам. Су тоқтамай атырады. Бір тамшыдан тамызып қоям, сразу басылады. Өте керемет өнім екен. Бұл жантақ өнімдері негізінде 8 капля деп айтылады екен. Бірақ баста аз-аздан көру керек екен. 4 каплядан өзің шамаңа қарай. Сосын жай кейін көтере бересің. Сосын менде баста бас айлану, бас ауыру болды. Сөйтсем солай қоздырып барып әсер етеді екен да. Одан қорықпау керек екен. Қорықпаңыздар.